Баршаңызға сәлем. Жақсы сөз жарым ырыс. Қазақ неге бауы берік болсын дейді, ұлт даналығының сыры. Қазақ халқы жаңа өмірді ерекше құрметтеген. Сәби дүниеге келген сәт тек бір отбасының ғана емес, тұтас әулеттің, тіпті елдің қуанышы. Сол себепті қазақ құтты болсын деумен шектелмей, терең мағыналы бауы берік болсын деген тілек айтқан. Бұл жай ғана сөз емес, ғасырлар сүзгісінен өткен психологиялық, тәрбиелік әрі рухани код. Бауы берік сөзінің түпкі мағынасы ертеде нәресте туған соң оның кіндігі бауы бекіп өмірге толық бейімделуі аса маңызды болған. Бала анасының ішінде жатқанда ол анасына кіндігімен байланады. Дүниеге келген соң ол кіндік байланады. Бала денесімен, өкпесімен, мұрнымен демалады, аузымен тамақ іше бастайды. Ана ішінде ол тамақтың барлығын кіндік арқылы алатын. Сондықтан дүниеге келген соң кіндік байланады. Кіндіктен жел өтпеуі керек. Кіндігі байлануы, осы кіндігі тезірек қатып, бекіп, бала мына дүниеге тұрақтап қалсын дегені. Соған орай қазақ атамыз бауы берік болсын деген. Сондықтан бауы берік болсын деген тілек, сәбидің дені сау болсын, өмірге мықтап орнықсын, ғұмыры ұзақ әрі берекелі болсын деген терең мағынаны білдірген. Бұл өмірдің алғашқы сынағынан аман өтсін деген тілектің көрінісі. Психологиялық мәні сөздің қуаты. Қазақ танымында сөз жай дыбыс емес, энергия. Жаңа туған балаға айтылған әрбір тілек ананың жүрегіне сенім ұялатады, отбасына рухани тірек болады, баланың өсу ортасын жағымды психологиялық кеңістікке айналдырады. Бауы берік болсын деген сөз ананың үрейін басып, бәрі жақсы болады деген ішкі тыныштық береді. Мотивациялық мағынасы өмірге берілген бата. Бұл тілек болашаққа бағытталған алғашқы мотивация. Өмірге мықты болуға, қиындыққа төтеп беруге, өз жолын табуға арналған рухани демеу. Қазақ баланы туған сәтінен бастап, сен бұл өмірге бекер келген жоқсың деген үнсіз хабармен қарсы алған. Ұрпақ сабақтастығы мен жауапкершілік. Бауы берік болсын деген сөз ата-ананың жауапкершілігін арттырады, әулеттің аманатын сезіндіреді, баланың тек жеке тұлға емес, ұрпақ жалғасы екенін ұғындырады. Бұл сен тек өзің үшін емес, артыңда тұрған тұтас тарих үшін өмір сүресің деген даналық. Тәрбиелік тағылым. Бұл тілек арқылы балаға бейсаналы түрде мықтылық, тұрақтылық, сабыр, өмірге бейімделу қасиеттері сіңіріледі. Қазақ үшін берік бау, берік мінездің, берік сенімнің, берік тағдырдың символы.
Қазақ үшін бала Алланың аманаты. Сол аманат дүниеге келген сәттен бастап оған тек киім мен ас емес, ықылас, мейірім, тілек пен дұға берілуі тиіс деп түсінген. Қазақ баланы Тәңірдің сыйы деп қабылдаған. Сол себепті сәбидің дүниеге келуі жай ғана биологиялық құбылыс емес, рухани жауапкершілік деп түсінілген. Ұрпақ тәрбиесі ұранмен емес, ниетпен түзеледі. Ниет тілектен басталады, тілек дұғаға айналады, дұға тағдырға әсер етеді. Балаға айтылған әрбір ақ сөз ертең қоғамға қайтып келетін аманат. Сол аманатқа адал болу бүгінгі ата-ананың, үлкеннің, барша жұрттың ортақ міндеті. Бала айтылған сөзді емес, айтылған ниетті көтеріп өседі. Бауы берік болсын деп басталған тілек сол ниеттің алғашқысы. Бұл сөз арқылы ел баланың өмірге мықтап орнығып, дені сау, ғұмыры ұзақ болуын тілеген. Бала өмірге келген сәттен бастап оған айтылған әрбір сөз, әрбір тілек, әрбір дұға оның тағдырына тамған тамшыдай әсер етеді. Бауы берік болсын деп басталатын алғашқы тілек баланың бұл дүниеге аман орнығып, өмір жүгін көтере алатын мықты тұлға болып өсуін тілеген халық даналығы. Себебі бала сөзге емес, ниетке өседі. Жаңа туған сәбиге айтылатын бауы берік болсын деген тілек жай ғана дәстүр емес, өмірге берілген терең рухани бағдар. Бұл сөздің ішінде баланың дені сау болсын деген тілек қана емес, тағдыры тұрақты, рухы мығым, жолы ашық болсын деген ұлы ниет жатыр. Ата-бабамыз сөздің киесі барын білген, сондықтан бала жанында әрбір ауыз сөзге жауапкершілікпен қараған. Жақсы сөз жанға дауа деп баланың жүрегін жылы сөзбен тәрбиелеген. Даналарымыз адамға ең алдымен жылы сөз керек, содан кейін ақыл кіреді деген. Шынында да жүрегі жаралы балаға ақыл өтпейді, ал ықылас көрген баланың жаны тез жетіледі. Балаға айтылған әрбір жақсы тілек оның бойына сенім болып сіңіп, өмір бойы серік болады. Ата-ананың дұғасы баланың ең мықты қалқаны. Дұға көзге көрінбейтін, бірақ тағдырға әсер ететін күш. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкенің баласына жасаған дұғасы мен ананың перзентіне тілеген тілегі қайтарылмайды деген. Сондықтан қазақ баласын ұйықтар алдында да, жолға шығарда да, қиындықта да дұғамен қоршаған. Алла, баламды өзің сақта, жолы ашық болсын, жамандықтан аулақ қыл деген сөздер жүректен шыққан шынайы тілек. Насихаттың ең әсерлісі үлгі. Қазақ тәрбие тал бесіктен деп бекер айтпаған. Бала үлкеннің айтқанын емес, көргенін қайталайды. Егер бала мейірімді көрсе, мейірімді болады, әділдікті көрсе, әділ болады, дұғаны естіп өссе, жүрегі жұмсақ болады. Даналарымыздың балаңа ақыл айтпа, өзіңді түзе деуі де сондықтан. Өйткені үлкеннің мінезі баланың алғашқы мектебі.
Баланың бауы берік болу үшін оның рухы да берік болуы шарт. Рухы әлсіз бала өмірдің алғашқы дауылында-ақ шайқалады. Ал рухы мықты бала қиындықты сынақ деп қабылдайды. Рухтың беріктігі материалдық молдықтан емес, ішкі тыныштық пен сенімнен туады. Ол сенім балаға тілек пен дұға арқылы беріледі. Сенің қолыңнан келеді, Алла сені қорғайды, жолың ашық болсын деген сөздер баланың ішкі тірегіне айналады. Қазақ баланы қорқытып емес, үміттендіріп тәрбиелеген. Қарғыс айтпаған, керісінше ақ тілекке жүгінген. Себебі жақсы тілек, жақсы тағдырдың бастауы. Әл-Фараби адамның бақыты дұрыс тәрбие мен жақсы мінезде деген. Ал сол тәрбие мен мінездің түп тамыры отбасындағы сөз мәдениеті, дұға мен батаның жиілігі. Балаға айтылған әрбір ақ сөз болашаққа салынған із, әрбір дұға көрінбейтін қорған, әрбір бата өмір жолындағы жарық шам. Бауы берік болсын деген тілекпен бірге айтылған ықылас, дұға, ақыл кеңес баланың тағдырын қалыптастырады. Ұрпақ тәрбиесі бір күндік емес, бір ауыз сөзден басталатын ұзақ жол. Сол жолдың басы жақсы ниет, таза тілек, шынайы дұғадан басталсын. Қасы, ниет түзелмей, ұрпақ түзелмейді деп білген. Сондықтан сәби қасында жаман сөз айтпаған, ауыр сөз сөйлемеген, керісінше ақ батасын аямаған. Жақсы сөз жарым ырыс деп баланың санасы қалыптаспай тұрып-ақ оның жанына жақсылықтың дәнін еккен. Бұл бүгінгі психология дәлелдеп отырған шындық. Бала ең алдымен энергияны, үнді, көңіл күйді қабылдайды. Ата-ананың баласына деген ықыласы оның өмірлік сенімінің өзегі. Анасының құлыным, әкесінің жарығым деп айтқан бір ауыз сөзі баланың өзін қажет сезінуіне жеткілікті. Ал дұғамен айтылған тілек көрінбейтін қорған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ата-ананың баласына жасаған дұғасы қабыл болады деген. Бұл сөздің астарында үлкен жауапкершілік жатыр. Себебі кейде ата-ана ашумен айтқан бір ауыз ауыр сөзін тәрбие деп ойлайды. Ал шын мәнінде ол баланың жанына салынған жара. Балаға тілек айту тек ата-ананың емес, қоғамның да міндеті. Үлкеннің батасын алған бала өзін жалғыз сезінбейді. Ол артында тілеулес ел барын біледі. Бұл сезім баланы жауапкершілікке, тәртіпке, елге қызмет етуге тәрбиелейді. Жұрттың баласы деп емес, елдің аманаты деп қараған ұрпақ қана елді алға бастырады. Бата қазақ тәрбиесінің алтын діңгегі. Батасыз іс басталмаған, батасыз жолға шықпаған. Себебі бата тек жақсы сөз емес, ақыл мен бағыт. Батаның ішінде өмірлік қағидалар жатыр. Адал болу, сабыр сақтау, еңбектену, адамдықты жоғалтпау. Ақылың мен арың қатар жүрсін, еліңе елеулі, халқыңа қалаулы бол деген баталар баланың болашақ бейнесін қалыптастырады. Бұл ұрпаққа қалдырылған ең қымбат рухани мұра.
Қазақтың батасы тәрбие мектебі. Батада қарғыс жоқ, жамандыққа тілек жоқ. Өркенің өссін, ақылың мен арың тең болсын деген сөздердің әрқайсысы өмірлік бағдар. Даналарымыз балаңды өзіңдей емес заманына сай тәрбиеле деген. Бірақ қай заманда да өзгермейтін бір нәрсе бар: мейірім мен дұғаға сусап өсу. Мейірім көрмеген бала қатал болады, дұға естімеген бала бақытсыз болады. Насихаттың ең үлкені сөзбен емес іспен көрсетілген үлгі. Балаға шыншыл бол деп айтып, өзің өтірік айтсаң, ол сөздің салмағы болмайды. Сабырлы бол деп тұрып ашуға ерік берсең, бала ашуды үйренеді. Сондықтан дана қазақ балаға ақыл айтпа, ақылды көрсет деген. Үлкеннің әдебі баланың әдебі, үлкеннің дұғасы баланың жолы. Баланың бауы берік болсын десек, тек денсаулығын емес, рухын да бекемдеуіміз керек. Рухы берік бала өмірдің дауылына сынбайды. Ол үшін балаға тек материалдық жағдай емес, рухани қорек қажет: жылы сөз, шынайы ықылас, әділ талап, адал тәрбие. Әл-Фараби: тәрбиенің негізі адамгершілік деген, ал адамгершілік ең алдымен отбасыда, тілек пен дұға арқылы қалыптасады. Ақ тілек болашаққа салынған көпір, бата өмір жолына жағылған жарық. Балаға айтылған әрбір жақсы сөз ертең оның өз-өзіне айтатын ішкі үніне айналады. Егер біз балаға сенсек, ол өзіне сенеді. Егер біз оны қолдасақ, ол өмірден қорықпайды. Сондықтан бауы берік болсын деген тілекпен бірге баланың жанына берік сенім, берік мінез, берік иман тілеу әр саналы адамның борышы. Хакім Абай: адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады деген. Ал сол ар мен мінездің дәні баланың жүрегіне ең алдымен жақсы сөз бен ақ тілек арқылы себіледі. Жылап жатқан сәбиге айтылған бір ауыз жылы сөздің өзі оның жанын тыныштандырады, ал қайталанып айтылған ақ тілек оның мінезіне айналады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам балаларыңа қарғыс емес дұға қылыңдар деген. Себебі ата-ананың сөзі баланың тағдырына әсер ететін ең күшті үн. Қазақ тілек тілдің көркі, ниет істің көркі деген. Сол себепті баланың қасында айтылатын әр сөзге сақ қараған. Даналарымыз балаңа берген ең үлкен мұра дұрыс тәрбие деп бекер айтпаған. Тәрбие ұрсу мен тыйымнан емес, үлгі мен мейірімнен басталады. Баланың бойына мықтылықты үйретем десек, өзіміз берік болуымыз керек. Сабырды үйретем десек, өзіміз сабыр сақтай білуіміз қажет. Бала айна, ол үлкендердің айтқанын емес, қалай өмір сүріп жатқанын қайталайды. Сондықтан баланың бауы берік болсын десек, ең алдымен отбасының бірлігі берік болсын.
Жанында айтылған дұға, төгілген мейірім, көрсетілген құрмет баланың рухын өсіреді. Әл-Фараби: тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген. Сол секілді ықылассыз берілген тәрбие де баланың жанын толықтыра алмайды. Қорыта айтқанда, балаға арналған әрбір тілек болашаққа жазылған хат, әрбір дұға көрінбейтін қалқан, әрбір жақсы сөз оның өмір жолындағы шамшырақ. Бауы берік болсын деп айтқанда, қазақ тек денсаулық емес, берік иман, берік мінез, берік тағдыр тілеген. Сол ниет ақ болса, сөз қуатты болса, ұрпақ та соған сай өседі. Бауы берік болсын ұлттың өмірге деген үміті, баласына деген махаббаты, болашаққа деген сенімі. Бұл сөз бір ауыз тілекке сыйған үлкен философия. Сәби дүниеге келгенде айтылған осы тілек арқылы қазақ өмірге мықты, рухы берік, тағдыры баянды ұрпақ тілеген. Бейнебаян ұнаса, арнамызда қолдап лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Алда тағы қызықты әрі пайдалы бейнебаяндар ұсынатын боламыз. Сау болыңыз.